Ертегі сөйлейтін себеттегі жемістер. Баяғыда бір үлкен ас үйдің бұрышында кішкентай ғана тоқыма себет тұратын. Оның ішінде алма, жүзім, банан, алмұрт, апельсин секілді әдемі жемістер тұратын. Бірақ бұл себет ерекшеді. Оған түскен жемістер сөйлей алатын. Күндердің бір күнінде жемістер өзара дауласып қалды. Алма: мен ең пайдалы жеміспін. Дәрігерлер күнде же дейді, сондықтан бәрінен мықтымын. Банан: жоқ, балалар мені жақсы көреді, мен тәттімін, күш-қуат беремін. Апельсин: ал мен ше, менің ішінде дәрумен толы, ауырған адамға ең бірінші мені береді. Жүзім: мен тәттіліктің ханшайымымын, мені жеген баланың жүзі күлімдейді. Алмұрт: мен тынышпын, бірақ өте жұмсақпын, мені жеу оңай, ас қорытуға жақсы. Осылай әр жеміс өзін мақтап, жарыса сөйлеп жатты. Дәл сол кезде ас үйге кішкентай қыз кірді. Ол жемістердің дауысын естімесе де, олардың бір-бірімен жарысып тұрғандай көрінді. Қыз себетке қарап күліп: сендердің әрқайсың кереметсіңдер. Біреуің тәттісіңдер, біреуің дәруменге байсыңдар, біреуің жеңіл, біреуің шырының көп. Мен бәрінді жақсы көремін, деді. Жемістер бір сәтке тына қалды. Алма айналасына қарады. Мүмкін қыз дұрыс айтып тұрған шығар. Банан басын изеді. Әрқайсымыздың пайдасы бөлек қой. Апельсин күлімдеді. Иә, адамға бәріміз бірдей керекпіз. Осылайша жемістер дауласпай, достасып алды. Ал қыз болса, түрлі жемісті араластырып, үлкен дәмді витаминді салат жасап жеп алды. Содан бері сөйлейтін себеттегі жемістер ешқашан таласпайтын болды. Өйткені әр жемістің өзіндік орны, пайдасы, мейірімі бар екенін түсінді. Соңы: жемістер сияқты адамдар да әртүрлі болады. Бірақ әр адамның өз қадірі мен жақсы қасиеті бар.